Өмір бойына гаиде жұмыс істеген бір ағамыз ертең пенсияға шығам деген күні қалтасына 100 000 теңге ақша салып көшеге шыққан ғой. Бір тарихта қалайыншы деп. Правила бұзбаған водительге берейін деп. Ден дұрыс водитель жоқ дейді. Біреу документ дұрыс емес, біреу қызыл өтіп кетеді, біреу жаңа. Сөйтіп шыққан ғой, сөйтсе бір жағынан қуанып тұр дейді. Жақсы болды, правила бұзып жатыр, барлығы 100 000 теңге қалтамда қалатын болды десе, 2 сағаттан кейін бір қапталдан Жигули келе жатыр дейді. 40 деген жерде 40 пен фар жағулы, ремен тағулы, қызылға тоқтап, сарыға дайындалып, жасылға бір әдем келе жатқан ғой. Алдан жүгіріп шығып тоқтатса, ішінен бір жас водитель болып лыпылдап дейді. Аға, мен ештеңе бұзған жоқпын. Мен ешқандай правила бұзған жоқпын. Мен 40 деген жерде 40 пен келе жатырмын. Мен фарым жағып келе жатырмын. Мен ремен тағып келе жатырмын. Мен қызылға тоқтадым, сарыға дайындалдым, жасылға жүрдім, пешеходты өткіздім, сопление. Ей, тоқташы, не деп кеттің? Айтайын не үшін тоқтатқанымды. Ертең пенсияға шығам. YouTube деген тарих бар. Сол тарихта бір жақсатпен қалайын деп қалтама 100 000 теңге салып шығып едім. Ешқандай правила бұзбаған водительге берем деген уәдем бар еді. Уәдемде тұрайын. Сен ешқандай жол ережесін бұзған жоқсың. Міне саған 100 000 теңге десе, ана жігіт қуанып кетті. Ой аға, рахмет, мынан бәрі маған ба жақсы болды ғой, ертең бар права сатып алатын болдым ғой деп айтады. Ей, сенің праваң жоқ па десе, қасында отырған әйел жалынып отыр дейді. Ағай, жібере салыңызшы, ішкен адам не демейді, бұл албас таңертең ұрттабаған еді. Сен еще ішіп алғансың ба десе, артқы сиденьеде отырған енесі айғайлап отыр дейді. Қараңғы ағыр күйеу бала. Айттым саған, ұрланған машинамын бе, ұрланған машинамын. Еще машина ұрланған ба десе, багажник дүрсілдейді дейді. Ашып қалса ішінде бір жігіт бүктеліп жатыр дейді. Чотан брат границадан өтіп кетіп жатыр дейді. Сол айтқандай бізде границадан өттік. Ол қандай граница, қандай шекара? Үлкендердің ресми бөлім шекарасынан өттік, алғыстарын алдық. Бұдан кейін енді тост тілекті шамалы қысқартып, осындай бір ойын сауықтарды көбейтсек деп отырмыз. Қосыламыз ба?